түлкі мен қасқыр. Ертеде шал мен кемпір болыпты. Бірде шал кемпіріне: «Әй кемпір, бәліш пісіріп берші, мен балық аулап келейін» депті. Кемпір бәліш пісіріп беріпті. Шал балыққа барып көп етіп аулапты. Содан соң шанасын толтырып тиеп орманмен келе жатса, сол бойында түлкі жатады. Шал шананың үстінен түлкіні түртіп көрсе өліп қалған сияқты, қозғалмайды. Кемпіріме керемет сыйлық болды деп қуанып кетеді шал. Түлкіні балықтардың қасына тастай салып үйіне қарай тартады. Түлкі аңдып жатып, біраздан соң балықтарды бір-бірлеп жерге лақтыра бастайды. Барлық балықты лақтырған соң өзі де секіріп түсіп қалады. Үйге келген бойда шал кемпіріне айғай салып: «Кемпір, саған керемет сыйлық әкелдім. Ішіңе тамаша жаға болатын болды» дейді. Кемпірі қуанып кетіп: «Қане, қайда? Ол не сонда?» деп сұрайды. «Барлық көрсеңші өзің, балық та, жаға да, шана да жатыр» дейді шал. Кемпірі жүгіріп барып қараса, балық та жоқ, жаға да жоқ, шана бос. «Әй, кәрі суайт, алжысаң да ақыл қонбапты-ау, мені алдамақ болдың ба?» деп кемпір шалға ұрса бастайды. Шал далаға жүгіріп шығып, шананың бос екенін көреді. Сонда ғана түлкінің өтірік өліп жатқанын түсінеді. Өкінгенмен не пайда, болар іс болды. Түлкі балықтың бәрін жинап алып, рахаттанып шетінен жей бастайды. Сол кезде қасына қасқыр келіп амандасады да: «Монша балықты қайдан алғансың? Маған да берші» дейді. «Өзің аулап жесеңші» дейді түлкі қуланып. «Мен балық аулай алмаймын ғой» дейді қасқыр. «Өзенге барып құйрығыңды ойыққа сал да ірілі-ұсақты балықтар құйрығыма қатыңдар, ірілі-ұсақты балықтар құйрығыма қатыңдар» деп қайталап отыр. Сонда балықтардың өзі келіп құйрығыңа ілінеді. Алаң-асыр қасқыр түлкінің сөзіне сеніп, өзендегі ойыққа құйрығын салып: «Ірілі-ұсақты балықтар құйрығыма қатыңдар, ірілі-ұсақты балықтар құйрығыма қатыңдар» деп әндете бастайды. Мұны көрген түлкі масаттанып: «Сары шұнақ аяз сақырла, құйрығың берік қатыра» деп ыңғайланып: «Түлкі, не деп гөбірлеп отырсың?» деп сұрайды. Сонда қасқыр: «Саған тілекші болып балықтарды шақырып отырмын» дейді түлкі қуанып. Содан соң түлкі қасқырмен қоштасып кете қалады. Ал қасқыр ұзақ отырады. Отырған сайын құйрығы мұзға жабыса береді. Біраз уақыт өткен соң тоңып кеткен қасқыр құйрығын зарт етіп тартса, ауыр екен. «Балық көп ілінген екен деп зілдей болып кетіпті» деп қуана бастайды қасқыр. Осы кезде әйелдер өзеннен су алмақ боп келеді. Қасқырды көрген бойынша шошып, айғай салып, бір-бірін шақырады. Бәрі жиналып алып, қасқырдың құйрығы мұзға жабысып қалғанын көріп, бірі иығымен, бірі шелекпен ұра бастайды. Қасқыр әрлі-берлі құланғанып, бірақ құйрығы мұзға әбден жабысып қалған, жібермейді. Тіпті болмаған соң бар пәрмені мен шынтағымен қатты кезде құйрығын жұлып қалады. Қасқыр аман-есен құтылғанына қуанып, алды-артына қарамай зыта жөнеледі. Мән-жайды байымен енді барған қасқыр: «Тура тұр түлкі, жаныңды көзіңе көрсетемін» деп кіжінеді. Түлкі ауылға барып, тағы да айласын асырмақ боп аңдып жүрген бір үйдің терезесінен сығалап қараса, әйел самса пісіріп жүр екен. Самса ұрлап жемек болған түлкі ұн салған бөшкеге байызынып тығылып алады. Әйел оны байқап қойып тап берген кезде түлкі ады-артына қарамай мастан қаша жөнеледі. Қашып келе жатса, алдынан қасқыр шығады. «Сені ма сұрқия, сенің кесірінен өлімші боп таяқ жедім, құйрығымды жұлынып кетті, әрең құтылдым» дейді қасқыр кінжіліп. «Ой, ағатай, өй, ол ештеңке емес қой, менің миымды ағызып жіберді, міне, көрдің бе?» дейді түлкі жыламсырап. «Я, расында оңдырмапты ғой» дейді қасқыр жаны ашып. «Ауырып тұр ма? Мына түріңмен жүре алмайтын шығарсың, кел арқама мін, жеткізіп тастайын». Қасқырдың арқасына мініп алған түлкі қу түлкі
таяқ жеген таяқ жемегенді арқалап келеді, таяқ жеген таяқ жемегенді арқалап келеді деп ыңылдайды, бастайды. Түлкі Бикеш, не деп ыңылдап келесің деп сұрайды алаң-ғасыр қасқыр. Таяқ жеген таяқ жегенді арқалап келеді деп келе жатырмын ғой, депті түлкі қасқырдың арқасынан секіріп түсіпті. Тағы алдап соққан екен ғой, деп қасқыр ақымақ болғанын мойындапты. Ертегі қызық болса, менің каналыма тіркеліп кет, одан ары қарай тағы да қызықты ертегілер салатын боламын.